Барлықтарыңызға сәлем достар, сендермен бірге мен Ернар. Бүгін бізде осы мата ойына летсплейімізді жалғастырамыз Супер Қазақстан серверінде. Бүгін бізде осы серверге жаңадан өте көп машиналар қосты. Қазір мен автосалонға барып кейбір машиналарды сатып аламын, немесе оларға бәріне тест драйв жасап шығатын боламын. Одан кейін өзімнің ойымды айтамын. Ендеше кеттік. Так, достар, мінекей мына Еуропа салонға келдік. Қазір міне, кіріп ішіне қандай осы Еуропа салонда қандай машиналар салған көретін боламыз. Так, өйстіп жүгіреміз де, мына қызыл маркерге барамыз. Бізде қазір, так, мен Honda дегенді көріп тұрмын, 8 миллионға. Так, нормальный машина екен. Сосын мына Kia 9 миллион 800 мыңға соны қосты, қалғандары өз машиналары. Мына Porsche, Cadillac дегендер өздердікі, ал енді Hondaға тест драйв жасаймыз. Так, мына осы жерден шығамыз. Мына анауда, мен итеріп тастады ғой анау дейтін. Анау Kia болған. Так, мына жерді заборлар салып қысқартып тастаған екен. Бірінші рет көріп едім, тест драйв көп жасамап едім. Так, ана біреуде Honda алды. Мына азот артында шығып тұрады екен. Так, енді мына Kiaға тест драйв жасайық. Так, мінекей, так, бұның скорсы, азотты қосамыз. Так, скорсы қанша екен? Так, 220, 30, 240 екен, достар, 240 максимальный скорсы. Так, енді мен қазір Honda 8 миллион арзан екен, қазір соны сатып алатын шығармын. Так, Хонданы оплатить. Болды, достар, сатып алдым. Мінекей, аппақ түрін. Енді қазір біз келесі салон, ВАЗ салонына баратын боламыз. Кеттік ендеше. Достар, мінекей ВАЗ салонына келдік. Мына қазір ішіне кіреміз. Сосын арадан қандай қосқанын мен қазір көрмей тұрмын. Так, Lada Vesta дейді. Lada Vesta тұр екен, Lada Priora'ның астында. Так, қанша дейді бағасы? Бағасы 2 миллион, задний привод. Тест драйв жасап көрейік. Так, мінекей кірдік. Максимальный скорсын көреміз қазір. Так, азот қосылды. Кетіп жатыр скорс 160, 170, 180, 190, 204 екен, достар. Максимальный скорсы 204 екен. Так, шығамыз. Так, настройкадан кіріп звугын тиіпсен, чато жаман бір түрлі шығып жатыр адам нервысына тиіп. Так, бізде ВАЗ салонда тек қана бір машина екен. Біз қазір келесі салонға барамыз. Келесі салон бізде BMW салоны. BMW салонында бір машиналар қосқан білемін мен. Так, ВАЗ салоны міне осы жерде тұрады. Кім білмейді, если что. Так, достар, мінекей BMW салонына келдік. Бұл менің Лукан деген машинам, жаңадан шыққан. Бұрына мен дейтін видео үшін баяда алға болған. Обновление шыққан бойда алғам. Қызық екен, 52 миллион қалдым осыны. Осын өзімнің әдемі номерімді қойдым. Так, қазір енді BMW салонына кіреміз. Мерседес салонына машина қосқан жоқ, қателеспесем. Так, крик. Так, жүгіріп болмайды оны. Опа, кірдік ал. Ананың ішінде машиналар көйген екен, бұрын аз еді. Так, BMW X6 дейді. Мұна машинаны көріп тұрмын, 32 миллионға, одан кейін 42 миллион. i8 қосқан 72 миллионға. i8 тест драйв. Скорс қанша екен? Так, 268. Достар, жалпы бұл 268-ден асады, просто бұл жерде құттай сияқты мен, по-моему. Так, одан кейінгі машина класс 3 дема сондай бір нәрсе. Так, дрифт қарнаған машина сияқты үйсікан. Керін дрифт беріп тұр. Көрдіңіздер ме, достар, керін дрифт беріп тұр, әйтеуір. Чотта дрифт қарнаған машина сияқты. Әйтеуір үйсікан, бұрғанда үйсікан дрифт беріп кетіп тұр. Чотта дрифттің машинасы сияқты, ал білмеймін. Ал енді X6-ны тест драйв жасаймыз. Так, қанша тартады екен? 100 бак, 100 бак қалай айтылады сол. 100 тонировкасы болады екен. Так, 184, 185, жоқ, 184. Бұның максималкасы 184-тен үлкен сияқты, что-то түріне қарасаң, ондан көп сияқты ғой.
Так, енді бұл 3 машина қосқан екен бояма салонына. Ал біз келесі салонға барамыз. Ол бізде короче, достар, қараңыздар. Админдер вертолет шығарып қойған, оны кетірмеймін, адамдар жүреді ғой. Осы қазір көп админдер болып кетті, серверді бұзып жатыр. Мен миллион аламын. Сосын Honda деген машинамызға винел салатын боламын. Одан кейін спорт салонға барамыз. Так, дейтін 2 миллион ба? Короче, шарасып кеттім. Так, аяқта біреу Бугаттиде жоқ, Killer Cross. Вертолетке отырып көрейік. Отырсақ, басқа жаққа апарып тастаймыз. Так, отырмайды екен, достар. Отырмайды, F-ті басып тұрмын, отырмайды екен. Кеттіге. Так, қайдан алдың дейді. Менікі емес қана. Менікі емес дейді. Так, Бугаттиін қараңызшы, достар, әппәдем. Так, кеттігенше винел қойып алайық. Так, Атташана Лукан деген машинаға винел қойылмайды екен, мен қойып көрдім. Ал бұл машинаға винел қойылады. Өткен мен кіріп көрдім, видеосыз. Так, мінеки винел қойылады. Барлық жеріне әдемі болып. Так, біз деген космос алатын жармыз. Мынаны, немесе мынаны ше жоқ. Мынаны алатын жармыз. Давай осыны алып. Так, енді біз спорт салонға кеттік, достар. Короче, сояққа барғанда кездесетін боламыз. Короче, давайте. Короче, дискісі Honda деген өзінікін ауыстырмаймыз. Мінеки келдік, қайт спорт салонға. Қазір ішіне кіріп, қандай машиналар қосқанын көретін боламыз. Бірақ мен көрген болатынмын. Қазір соны сіздермен бірге көреміз. Так, мінеки келдік спорт салонға. Так, енді ішіне кіреміз. Так, 1, 2, 3, қандай мінеки ең бірінші Ferrari түсіп тұр көзге. Так, 32 миллион дейді. Одан кейін Лукан менің машинам 52 миллион. Одан кейін SSK деймі? Общем, мана 42 миллион ба сондай да. Соған тесттіре берсек көрік. 42 миллион 200 мыңға. Так, SSC деймі бір нәрсе, кім білет, қалай оқылады, комментарий жазып кетіңіздер. Достар, жаман екен бірден көрініп тұр. Басы шығып тұрады екен. Бірақ алдынан қараса әдемі, артынан қараса андай Катасаның ескі машинасына ұқсайды. Короче, шығып кетейік. Так, одан кейін Ferrari 450 ма, соны тест жасап көрейік. Мәш кірсе алмай жатыр. О, болды, әрен кірдің ғой. Мәшшің. Так, мінеки әппақ. Бұл да дрифт берем деп тұр ғой. Так, достар, бұл дейдіңдей жеңілдеу сияқты дрифт беріп кете берем бір нәрсе. Маған дым ұнамай жатыр әзірше. Так, короче, дрифттің машинасы сияқты маған керек емес ондай машина. Так, енді шығамыз, одан басқа машина көріп тұрған жоқпын. Енді өзімнің Лукан деген машинамды көрсетіп жіберейін. Так, Лукан деген мінем, осындай машина, алдында қараса осындай көрінеді. Так, достар, бүгінгі видео осы. Егер де видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Сендердің болған мендерінар. Короче, келесі видеода қандай видео түсірейін, соны комментария жазып кетіңдер. Давайте.